Менің атым Қожа туындысы деколониалдық оптикамен қарағанда. Менің атым Қожа сырттай қарағанда сотқар баланың күлкілі хикаясы деп қабылдауға болады. Бірақ деколониалдық оптикамен қарасаң, бұл шығарма қазақ қоғамының ішкі жарасын, жоғалған әкелік беделін, сынған дәстүрлі тәрбие жүйесін және жаңа кеңестік тәртіптің арасында қысылып қалған баланың жан айқайын көрсететін өте терең метафора. Бердібек Соқпақбаевтың повесі 1957 жылы жазылып, Абдулла Қарсақбаев түсірген фильм 1963 жылы экранға шықты. Кейін 1967 жылы Каннда балаларға арналған шетелдік фильм ретінде жүлде алғанын біреулер біле, біреулер біле бермейді. Ең бірінші символ бұл киноның атауының өзінде тұр. Менің атым Қожа. Бұл жай ғана көрерменмен танысу емес. Бұл өзін-өзі атау құқығы. Колониалдық жүйе халықтың атын, жерін, тілін, тарихын өзі қойып беретін. Бірде киргиз, бірде инородец, бірде артта қалған көшпенді, бірде совет адамы. Ал Қожа басынан ақ айтады: менің кім екенімді сендер емес, өзім айтамын дейді. Бұл баланың мінезі емес, бұл субъект болуға ұмтылған рухтың алғашқы сөйлемі. Қожа тәртіпсіз бала емес, Қожа тірі бала. Оның бойындағы бұзықтық жамандық емес, энергия. Ол өтірік мінсіз, үнсіз, жуас, бұйрықпен жүретін кеңестік үлгілі оқушы болғысы келмейді. Ол қателеседі, ұрысады, асығады, қызғанады, жақсы көреді, намыстанады, өкінеді. Яғни ол тірі адам. Ал империялық жүйеге ең қауіпті нәрсе тірі адам. Өйткені тірі адам сұрақ қояды. Тірі адам шеңберден шығады. Тірі адам неге деген экзистенциалдық сұрақ қояды. Фильмдегі мектеп жай мектеп емес, ол кеңестік тәртіптің шағын моделі. Онда баланың ішкі әлемінен бұрын оның сыртқы тәртібі маңызды. Жиналыс бар, ұялту бар, көптің алдында талқылау бар, түзету бар. Бұл жерде Қожаның жанын түсінуден гөрі оны қалыпқа салу басым. Деколониялық тұрғыдан қарасақ, бұл отарланған қоғамдағы тәрбие институтының трагедиясы. Балаға тұлға ретінде емес, жүйеге икемделуі тиіс материал ретінде қарау. Ал енді ең ауыр жері Қожаның әкесіздігі. Қожа әкесіз өскен бала ретінде сипатталады. Әкесі Қадыр ауылға сыйлы адам болғаны айтылады. Бірақ әке мұнда тек биологиялық адам емес, әке тамыр, әке заң, әке қорған, әке ұрпаққа жол көрсететін тарихи сабақтастық. Қожа әкесін сағынады, өйткені оның ішінде бос орын бар. Сол бос орынды кейде сотқарлықпен, кейде қиялмен, кейде намыспен толтырғысы келеді. Міне, осы жерде Қожа мен қазақ қоғамының параллелі ашылады. 20 ғасырдағы қазақта дәл осындай күйде қалды. Дәстүрлі әкелік құрылым, яғни би, ақсақал, ру ішіндегі жауапкершілік, дала этикасы, еркін көшпелі мінез, бәрі бірінен соң бірі қиратылды. Оның орнына сырттан келген үлкен өгей әке пайда болды. Партия, мектеп, колхоз, аудан, идеология. Бірақ бұл әке емес еді, бұл бақылаушы еді. Ол сені жақсы көргендіктен тәрбиелеп жатқан жоқ, сені ыңғайлы ету үшін түзетеді. Қожа сондықтан да өте қазақи кейіпкер. Ол толық бағынбайды, бірақ толық бөлікші де емес. Ол жүйені құлатайын деп жүрген революционер де емес. Ол тек өзінің адам екенін дәлелдегісі келеді. Қазақ қоғамы да кеңестік дәуірде дәл солай өмір сүрді. Бір жағынан жүйенің ішінде болды, екінші жағынан ішкі еркіндігін толық жоғалтпауға тырысты. Сырттай пионер, іштей Қожа. Сырттай тәртіп, іштей рух. Бердібек Соқпақбаевтың ұлылығы да осында. Ол қазақ баласын плакатқа айналдырған жоқ. Ол үлгілі совет баласын емес, мінезі бар қазақ баласын жазды. Соқпақбаевтың өзі де өмірді жұмсартып, бояп көрсететін жазушы емес еді. Оның прозасында ауыл романтикасы бар, бірақ жасанды тәттілік жоқ. Ол баланың жанын ересектердің идеологиялық тілімен емес, баланың өз ішкі даусымен береді. Сондықтан Қожа бізге әлі де жақын, өйткені ол өтірік тәрбиелі емес, ол нағыз шындықтың символы. Абдулла Қарсақбаевтың режиссурасы осы кітаптың жанын өлтірмей экранға шығарды. Фильмде қазақ ауылы, музей сияқты қатып қалған этнография емес, бұл тірі кеңістік, шаң, мектеп, үй, дала, балалардың жүгірісі, үлкендердің қабағы, ананың шаршаған мейірімі. Қарсақбаев Қожаны айыптамайды, камера оны соттамайды. Керісінше, біз Қожаның жағында тұрамыз. Себебі фильм бізге бір нәрсені сездіреді. Баланы түсінбеген қоғам ертең өзінде түсінбей қалады.
Метафоралық тұрғыдан Қожа жоғалған әкенің баласы ғана емес, жоғалған мемлекетшіл дәстүрдің ұрпағы. Оның бойындағы тәртіпсіздік анархия емес, тарихи жараның белгісі. Ол әкесін іздейді, ал қоғам өзінің үзілген сабақтастығын іздейді. Ол жақсы адам болғысы келеді, ал қазақ қоғамы өз болмысын жоғалтпай модернге кіргісі келеді. Бірақ екеуінің де алдында бір сұрақ тұр: бізді кім тәрбиеледі? Өз рухымыз ба, әлде сырттан келген жүйе ме? Қожаның сұлтанмен байланысы да қызық. Сұлтан еркіндіктің көлеңке жағы. Ол қожаның ішіндегі бақылаусыз энергияны оятады. Бұл да қоғамға ұқсайды. Отарлық қысымнан кейін еркіндікке шыққан адам кейде еркіндікті жауапкершілікпен емес, қарсыласу инстинктімен шатастырады. Қожа үшін нағыз өсу бұзық болмау емес, өзінің күшін басқаруды үйрену. Қазақ қоғамы да үшінде нағыз тәуелсіздік тек біреуге қарсы болу емес, өз ішкі заңын қалыптастыру. Сондықтан менің атым Қожа балалар фильмі деген атауға сыймайтын шығарма. Бұл отарланған, тәртіпке салынған, бірақ рухы толық сынбаған халықтың ішкі автопортреті. Қожа біздің ішіміздегі қазақ. Кейде асығыс, кейде қиқар, кейде аңғал, кейде намысқой, бірақ ең бастысы тірі. Финалдағы ең маңызды ой мынау: Қожаға әке жетіспейді, бірақ ол әкесіздікті мәңгілік тағдырға айналдырмайды. Ол өзін тәрбиелеуге, өзін тануға, өзін түзетуге ұмтылады. Бірақ қазақ қоғамына да керек сабақ. Біз жоғалған әкені жоқтап қана отырмауымыз керек. Біз өзіміз әкелік жауапкершілікке көтерілуіміз керек, яғни ұлт ретінде өсуіміз қажет. Менің атым Қожа деген сөйлемнің бүгінгі мағынасы да осы. Менің атымды өзгелер қоймайды, менің тарихымды өзгелер жазбайды, менің мінезімді өзгелер түземейді. Мен өзімді өзім атаймын, мен өзімді өзім тәрбиелеймін, мен өз тағдырымның иесі боламын.